свадьба деген сияқты. Молодец. Чё там, қолдаушылар, жегізіп жіберді ма сендерге, Моля? Не ожидали, да, такой поворот? И подписчики просили, вот мен де шығарып жатыр. Екеуінің контенттері сөз жоқ. Контент үшін істеп жатырмын. Реально ғашық па? Кабілетім бол. Өткен қатынастарын еске түсіріп айтқым келмейді, но неге бриллиант қыз емес, неге Моля? Мен ни в коем случае бриллиантты түсіргім келмейді, потому что ей и так, наверное, сложно, и мен қызды түсіріп ниетім емес разборда. Қазір айтып берейін, Моля, знаешь, какая? Моля өзімен өзі бола алады. Ол өзінің энергиясымен ақ тартып отырады. Видишь, как Айсажан өзгерді. Вообще қысым көрсетпейді оған. Ты должен так деген сияқты да. Айсажан көріліп тұр, что бұл қарым-қатынаста өзін еркін, еркек сияқты ұстап тұр да. Алдыңғы қатынастары қандай еді? Бір нәрсе істеп қоям ба? Бір нәрсе болып қоям. Какой-то абьюзерский отношение етін, помните? Энергия реально отношениядағы еркекті өзгерте ала ма? Қандай әйелдің қасында еркек еркектігін көрсетеді? Осы теманы ашқым кеп тұр. Пока что өзіңнің комментарийға менің не айтатынын жазшы. Неге Мединада басқаша энергияда жүрді, Айсажан қазір басқаша энергияда жүр? Неге? Айтыңдаршы. Бұл жерде бір нәрсе не то шығар. Может, анау жылауық болды, мынау. Сенің ойың қандай? Может, екеумізге бірдей келеді? Сенде болашақ болып жатқан қарым-қатынасты жеңілдету үшін мынаған тіркел, оны күні ровно шығатын Reels разбордан қалып кетпе. Пока өзіңнің ойыңды жазшы, может, сенің де айтқаныңды сенің атыңнан кіргізіп жіберем разборға. Ақылдылар сайраңдар!